Саламатсыңдар ма, оқушылар? Көркем еңбек пәнімізді бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы этностильдегі ұлттық бұйымдарды жасау. Оқушылар, бүгінгі сабақта біз мына мақсаттарға қол жеткізуіміз керек. Бірінші, әртүрлі конструкциялар мен материалдарды тоқыма, табиғи және жасанды қолдана отырып, өз бетінше құрастырған технологиялық құжат арқылы күрделендірілген бұйымдар дайындау, және де екінші, техника қауіпсіздігін сақтап, оның маңыздылығын сезіне және демонстрациялай отырып, материалдар мен құралдарды қолдану. Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбына сай терминологиямен таныса кетейік. Орысша этностиль, қазақша этносән, ағылшын тілінде этностайл. Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың жетістік критерийлерін атап өтейік. Бірінші, белгілі бір талаптарға сәйкес бұйым дайындау үшін альбомға немесе жұмыс дәптеріне қажетті жазбаларды орындайды. Екінші, осы жазбалар негізінде бұйым дайындаудың әртүрлі тәсілдерін ескере отырып, өлшем алу және сызбаны сызуды орындайды. Оқушылар, көркем еңбек пәнінің әрбір сабағында қауіпсіздік ережелерін үнемі есте сақтауымыз қажет. Қайшыны біреуге бергенде сап жағын қаратып беру керек. Инені арнайы жастықшаларға немесе қорапшада сақтау керек. Инені ауызға салуға болмайды. Үтікпен жұмыс істегенде оның білік бауының қызған табанға тимеуін қадағалау керек. Ыстық үтікті саусақпен тексеруге болмайды. Ал енді бұйымды дайындау кезеңіне өтейік. Ең алдымен біз өлшем алуымыз керек. Одан соң камзолдың сызба құрылымын орындауымыз керек. Одан кейін біз камзолды модельдейміз. Яғни мойын ойындысын оямыз, бұйымның төменгі қиығын қиямыз. Одан соң бұйымды өңдейміз, ең соңында бұйымды безендіреміз. Оқушылар, қазір өлшемді қалай алу керектігін айта кетейін. Өлшем алу кезінде адам түзу, салмақ екі аяққа бірдей түсетіндей, күш салмай, денені шынайы қалыпта ұстап, қол төмен түсірілі қалыпты тұру қажет. Бел тұсы ызбамен, яғни тесмамен буылады. Өлшем сантиметрлік таспаны тартпай және бос ұстамай, алдыңғы жағынан қабыстырылып өлшенеді. Дене, қол, ұзындық және басқа өлшемдер дене бітімінің оң жағынан өлшенеді. Ұзындық өлшемдер толық, айналым өлшемдерінің жартысы жазылады. Өлшем атаулары қысқартылып жазылады. Оқушылар, камзол сызбасын сызбастан бұрын алдымен манекенде қажетті антропометриялық нүктелерді көрсетуіміз қажет. Тәжірибелік жұмыс. Камзол сызбасын сызу. Оқушылар бұйым пішімінің классикалық құрылымын қолдана отырып, сызба құрылымын және модельдеуді өздігімен орындауға болады. Өзінің дайын бұйымы негізінде, мысалы майка немесе футболка. Оқушылар және де осы тапсырманың дескрипторын естеріңе сала кетейік. Бірінші, бұйымның пішімін алады, екінші, модельдеуді жүргізеді. Мына суретте қарап отырғанымыздай, адамның антропометриялық сызбасының нүктелері көрсетілген. Яғни иық, жауырын, бел, қолтық ойындысы және де жалпы ұзындығы. Осы сызба бойынша алдымен сызбамызды қағазға түсіріп алып, оны қайшымен қиып, матаға жапсырып, оны қайшымен қиюымызға болады. Оқушылар, осы жұмысты жасау барысында қауіпсіздік ережелерін тағы да естеріңе сала кеткім келіп тұр. Қайшымен жұмыс жасағанда өте абай болуларың қажет. Ал оқушылар, мына суретте жеңі тұтас пішімді бұйымның сызбасы негізінде біз камзолды конструкцияладық. Яғни бұл камзолдың заманауи этностильдегі түрі болып есептеледі. Өйткені оның жеңі әдемі шифон матадан тігілсе, алдыңғы беті камзол тәріздес ою өрнекпен әрлендірілді. Дайын болған этностильдегі бұйымымызды, яғни камзолымызды мұғаліммен бірге сапасын тексеруіміз қажет. Яғни оның тігісі, түймелерінің орны және қол иық қиындылары қандай, дұрыс па,
немесе бұрыс па? Менің ойымша, біздің жасаған бұйымымыз өте керемет шықты. Ұлттық этностильдегі бұйым жасау арқылы біз сабағымыздың мақсатына жеттік. Сабақ өте керемет өтті. Сау болыңдар оқушылар.